Сәлем, қаларыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен тағы мен Айна. Сіздермен көріскеніме әлеуметтік желі арқылы, өзімнің парақшам арқылы, каналым арқылы кездескеніме өте қуаныштымын. Маған жазылып, маған тіркеліп, маған қолдау көрсеткен барлық жақсы жандарға рахметімді айтамын. Мен сіздерге әрқашан айтамын, жақсы жолда, жақсы өмірге ұмтылғыңыз келетін болса, өзгеруді жалпы жақсы сөзден бастаңыз. Өзгеру жақсы сөзден, жақсы мәміледен, жақсы ойдан басталады. Сіздің ойыңыз тазарғанда, сіздің сөзіңіз тазарғанда, сіздің жүрегіңіз тазарғанда, сіздің санаңыз тазарғанда, сіздің барлық өміріңіз жақсы жаққа өзгеріп бастайды. Бүгін шаршап отырған шығарсыз. Бүгін өте қиын жағдайда шығарсыз. Бүгін қолыңыздан түк келмейтін шығар. Бүгін сондай бір өзіңізді, мен білмеймін, әрбір адамның басында 1000-миллион адам болса, 1000-миллион проблемасы бар. Сол 1000-миллион проблемадан құтылудың жолы өзіңізді өзіңіз ғана алып шығу, өзіңізге өзіңіз өте жоғары мүмкіндік. Мына жарық әлемнің татып отырған бір тамшы суыңызбен жұтып отырған бір жұтым ауаңыздың қандай құнды қымбат екендігін сезіндіре алсаңыз, бақыт міне. Бақыт жалпы өзімізде, бақыт біздің жүрегімізде. Бақыт, байлық, жақсы өмір, жақсы дүниенің барлығы біздің өзімізде. Біз өзіміз біле бермейміз, байқай бермейміз. Біз жалпы кез келген дүниені жоғалтқанда ғана қадірін білеміз. Бұны жоғалтпай тұрып қадірін біліңіз. Бүгін қадірлеңіз. Ең құнды дүние, ең құнды байлық, ең құнды ресурс ол сізсіз. Сізді ғана бақытты етесіз. Сіз өзіңізді ғана әлемге таныта аласыз. Сізде өте мықты күш, жігер бар. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Ешқашан берілмеңіз. Қандай сынақ түскен болса, әлхамдулилля, шүкір деп қабылдаңыз да, Алладан сол қиындықтан шығатын қажыр қайрат тілеп алға ұмтыла беріңіз. Сіздің ұмтылған ұмтылысыңызға Алла тағала міндетті түрде жақсы жауабын береді. Әрине, сізге ғана әрқашан қара бұлтты төндіріп қоймайды. Алла тағала сізге сынақ беріп жатқан болса, сізді мықты адамдардың қатарына қосуға ниеттенгендігісі. Осы қиындықтан өттіңіз ба, сізді алдыда өте керемет жақсы күндер күтеді. Сондықтан берілмеңіз, сәттілік тілеймін. Ешқашан Алладан күдеріңізді үзбеңіз. Сізді бұл өмірге жаратқандағы миссиясы Алла тағаланың сізді қинау, сізді қорлау емес. Сіз ең мықтылардың мықтысы болып өмірге келгендіктен сізді мықты адамның, мықты жаратылыс екендігін дәлелдеу. Ендеше сіздің де бұл өмірде жетістікке жетуге, ұмтылысқа, жақсылыққа ұмтылуға, мықты, бай қуатты өмір кешуге хақыңыз бар. Ол сіздің жай ғана бір-екі жасаған ізгі дұрыс амалдарыңыздан ғана болады. Сіз дұрыс амалдар жасап, алға ниетіңізді дұрыстап, шүкір етіп басқан кезде қадамдарыңызды жақсылықпен, ойларыңызды тазалықпен, жүрегіңізді мейірімділікпен, жақсылыққа бұрған кезде өміріңіз керемет, ғажайып сұлулыққа тола бастайды. Сәттілік тілеймін, берілмеңіз.